Дәмді тағам арнасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өзіміздің сүйіп жейтін тағамымыз аджиканы дайындаймыз. Бұл жолы аджиканы 6 кг қызанақтан жасадым. Оған қоса 1,5 кг сәбіз, 2 кг болгар тәтті бұрышы, 6 дана ащы қызыл бұрыш, күнзенің 3 шоғыры мен 6 бас сарымсақ салдым. Енді жуылған көкөністердің барлығын ет тартқыштан өткізуге дайындаймыз. Өзімізге ыңғайлы пішінде кесіп турап, артық жерлерін бәрін алып тастаймыз, түптерін, сабақтарын деген сияқты. Болгар бұрышында со ішін ашып, дәндерін алып, түбіндегі сабағын алып тастап, онда ұзынша қылып кесіп, бәрін әзірлеп аламыз да. Ал ащы қызыл бұрыштың тек қана түбіндегі сабағын алып тастаймыз. Оның ортасындағы дәндерін алмаса да болады. Сонда ол ащырақ болады. Сарымсақтың қабықтарын ашып, ал күнзені қолмен турап қоямыз. Енді бәрін турап болғаннан кейін көкөністердің барлығын түгелдей ет тартқыштан өткіземіз. Қызанақты, сәбізді бәрін бөлек-бөлек ыдыстарға жинадым. Тек мына ащы бұрышпен сарымсақты ғана бір ыдысқа жинадым. Қалғандарын бөлек ыдыстарға жинап, даярлап алдым. Мына бәрі ет тартқыштан өтіп дайын болды. Енді қазір барлығын үлкендеу шұңғыл ыдысқа біріктіремін. Менің ыдысым мына сырлы ыдыс, эмалированный посуда дейді ғой, сол алюмин болмағаны дұрыс. Себебі соңғы жағында біздер сірке қышқылын құямыз, сол уақытта окисление болмауы керек. Немесе тотталмайтын ыдыстар бар ғой, нержавеющий дейді ғой, соларды пайдалануға болады. Жақсы етіп араластырамыз. Сосын қажетті мөлшерде өзіне дәмдеуіштерін қосамыз. 3 ас қасық тұз салдым, бірақ оның 3-ші қасығы кішкене кемдеу, екеуі толық болды да, 3-шісі аздау болды. 4 ас қасық қант салдым, 300 мл сұйық май қостым. Әбден жақсы етіп араластырып аласыз да, отқа қоя беруге болады. Бір қайнағаннан кейін баяу отта 1 сағаттай қайнайды. Арасында қарап былғап қоясыз, түбі жабысып қалмасын деп. Қайнау уақыты аяқталарда бір 5 минут бұрын 2 ас қасық 70%-лық сірке қышқылын құясыз. Осындай оңай әдіспен жасалған аджикамызды енді стерилденген банкаларға жауып тастаймыз. Стерилдеу үшін алдын ала бір 15-20 минуттай ыссы буда ұстайсыздар. Ал қақпақтарын мына онда қайнаттым 5-10 минуттай. Қақпақты ыссы күйінде жабамыз. Жабар алдында ішіне қақпақтың өзіне 70%-лық сірке қышқылын шай қасықтың 1/3-ін құйдым да, сол сірке қышқылмен бірге жауып тастадым. Сосын әбден бәрін жауып болғасын банканы төңкеріп, бүркеп жауып қойдым. Солай 3-4 күн тұру керек. 1 литрлік 5 бутылканы осылай шөлмек ыдысқа жаптым да, ал қалған аджиканы мұздатқышта сақтаймын деп, мынандай пластик қалбарларға салдым. Сонда барлық осы көкөністер қоспасынан шыққаны 1 литрлік 6 ыдыс болды. 700 грамдық 3 ыдыс және 500 грамдық 2 ыдысқа шықты. Осындай оңай жолмен өте жеп-жеңіл жасалатын аджика жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнап жатса, пайдаңызға жарап жатса өте қуаныштымын. Ұнаса лайк баса кетіңіз. Менің еңбегіме берген бағаңыз болсын. Менің видеоларымды көріп жүрген адамдардың 90%-ға жуығы арнаға тіркелмеген екен. Арнаға тіркеліп, өзіңізге пайдалы асханаңызда көмекші видеолардан, қолжетімді өнімдерден дәмді ас пісірудің құпияларын біле жүріңіздер. Менің арнамдағы ұнаған видеолар болса, солармен бөлісе отырыңыздар. Интернет желілерінде қазақ тілді ақпараттардың кеңінен таралуына атсалысыңыздар. Бір-бірімізді қолдап жүрейік.